Сәлеметсіңдер ме балалар, 3D моделін құруда оқиғаларды қалай басқаруға болады? Сендер жаңа үйдің 3D моделінің видеосын көрдіңдер. Бүгінгі сабағымызда кез келген нысанды салу барысында қандай оқиғалар кезеңдерін білу қажет екендігін үйренетін боламыз. Сабақтың тақырыбы оқиғалардың үш өлшемді модельдері 7-ші сынып. Оқу мақсаты: нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құруды үйренеміз. Барлық үш өлшемді нысандардың белгілі бір қасиеттері болады екен. Үш өлшемді барлық нысандардың жасалу жолына қарамастан төмендегідей оқиғалары болады. Атауы, көріну, жағдай, түс. Міне осыларды нақты назарда ұстауымыз қажет екен. Атауы: кез келген нысанға атау бере алады екенбіз. Көріну: үш өлшемді нысанның құжатта көріну немесе көрінбеу жағдайларын басқаруға болады екен. Жағдай: кез келген нысанды тізімге қосуға немесе тізімнен алып тастауға болады екен. Түс: үш өлшемді нысандардың әртүрлі түсін таңдауға мүмкіндік береді екен. SketchUp программасында құрастырылып жатқан нысанды сақтай аламыз. Ол үшін файл «Сохранить как» командасына кіреміз. Сақтамасақ, без названия атауымен сақталып кетеді екен. Ал кеңеймесі escape типін программа өзі тағайындайды. SketchUp программасында құрастырылып жатқан немесе құрастырылған нысанның моделін жұмыс алаңынан жоғалтып жіберуге немесе қайта қоюға болады. Ол үшін төмендегі командалар тізбегін орындау қажет. Суретке назар аударамыз. Выбрать батырмасын басу арқылы кез келген нысанның түсін таңдауға мүмкіндік береді. Правка батырмасын басу арқылы кез келген нысанды жасырып қоюға, түзетуге мүмкіндік береді. Және де жасалып жатқан модельдердің, судың, ағаштың, кірпіштің, металдың кез келген нысандардың түстерін таңдай алады екенбіз. SketchUp программасында құрастырылып жатқан нысанды тінтуірдің оң жақ батырмасын шертсек, контекстік мәзір терезесі ашылады. Ол жердегі кез келген нысандардың қызметтермен таныстырып өтейін. Данные объекта: нысан туралы ақпаратты біле аламыз. Және модельдің бояуды өзгертуге болады екен. Удалить арқылы нысанды өшіре аламыз. Скрыть: нысанды жасыра аламыз. Выбрать: нысанды контекстік мәзір терезесі таңдап алуға болады. Площадь: нысанның ауданын көрсетеді. Ориентация грани: қабырғалардың басқа қабырғамен байланысын реттейді. Выровнять оси: нысанды оспен теңестіреді. Размер окно: терезенің өлшемдерін өзгертеді. Міне оң жақ батырмасын басу арқылы нысандарды өзгеріс ендіре алады екенбіз. Бассейн моделі: кез келген нысанды жасау үшін Google SketchUp программасын іске қосамыз. Бізде қазір бассейн моделін жасап көрейік. Ол үшін Google SketchUp программасын іске қосамыз және құралдар саймандар тақтасынан тіктөрт бұрышты алып ортасына орналастырамыз. Және орбит құралы арқылы барлық алаңды толық көре алады екенбіз. Және push-pull құралы арқылы нысанды жоғары көтереміз. Орбит құралы арқылы нысанның барлық жағын көруге мүмкіндік береді. Тіктөрт бұрыш құралын тағы да үстінен сызамыз. Push-pull құралы арқылы тағы да төмен қарай итереміз. Түс таңдау құралы арқылы бүгінгі сабақ бойынша кез келген түсті таңдауымызға мүмкіндік береді екен. Бізге судың түсі қажет, сондықтан судың түсі арқылы барлық астыңғы жақ бөлігін толық бояп шығамыз. Орбит батырмасын басу арқылы мен барлық жағын толық боядым. Енді басқа түсті таңдап аламыз. Кірпіштің түсін таңдап алайық. Барлық жағын толық бояп шығамыз. Осылай және де лупа арқылы кішірейте алады екенбіз. Біз кез келген нысанды үлкейтіп
кішірейтуге мүмкіндік береді екен. Және біздің бассейніміз дайын болды. Бассейніміздің түсін өзгерту үшін кез келген материалдың ішінен кез келген түстерді таңдай аламыз. Select выбрать арқылы таңдауға мүмкіндік береді. Edit арқылы өзгерту құралын таңдаймыз. Енді бассейнімізді сақтайық. File Save As сақтаймыз. Рабочий стол, бассейн. Және программа SKP типін өзі тағайындайды. Сохранить. Біздің бассейніміз дайын болды. Балалар, сендер де өз бассейндеріңді салып алуларыңа болады. Сабақ түсінікті болса, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: үш өлшемді нысандардың қандай оқиғалары болады екен? Екінші сұрақ: программада жасалған модельге қандай атау беріп сақтауға болады? Үшінші сұрақ: SketchUp программасында жасалған модельдердің типін қалай атаймыз? Төртінші сұрақ: тінтуірдің оң жақ батырмасын басқанда пайда болатын контекстік мәзір терезесінде қандай командалар орналасқанын атап берейік. Екінші тапсырмамыз: контекст мәзір терезесінің нысандарын қызметтермен сәйкестендіріп қойып шығуымыз қажет. 8 нысаны беріліп тұр, және ABCD латын әріптерімен нысанның қызметтерін сәйкестендіре білуіміз қажет. Сілтемелер: егерде электрондық оқулық қажет болса, http://wp.kz-ге кіріп, электрондық оқулықты көрулеріңе болады. Google SketchUp 8 программасын скачать етіп алып, өз нысандарыңды сала аласыңдар. Үйге тапсырма: SketchUp программасында жасалған үйдің моделі беріліп тұр. Үйдің моделін сызуға қолданылған құралдардың аттарын жазып келуіміз қажет. Сау болыңдар.